жаңа сөздік ол өзі бір сондай хипстерлық сондай. Одан соң орысша істемейсіңдер ма? СНГ-ның аудиториясына шығасыңдар, Ресейдің аудиториясына шығасыңдар. Көшеде адамдар қазақша боқтап бара жатса, мен таң қалып қараймын, өте қызық болып естіледі. Қазақ тілдің нені осы дамуына, қолданысына именно сапалы контент керек. Себебі олардың просто тупо саны көбейіп кетті. Миллион подписчик жинайтындай. Білмеймін, мен сізбен келіспеймін. Орыстілді орта қазақ тіліне деген қарым-қатынасын өзгертіп, сол тілде сөйлеп бастаса. Біз негізі басында бір ерекше бір жас қыздың оқиғасын айтқанбыз. Сол стереотиптердің бар екенін көрсету үшін. Енді бір ол кішкене өзгертіп, көшеден сауалнама көрдік. Тілге қатысты, осы арбатқа шықтық. Жастардан сұрадық, тілге қатысты әртүрлі тақырыптардан. Болашағы туралы, қолданысы туралы, ерекшеліктері туралы. Соны қазір көрсетіп, сіздердің пікірлеріңіз келетін болады. Жаңа сөздік мен ғана істемеймін, оны бірнеше адам істейді. Біз командамыз. Ол жай хобби ретінде пайда болған о баста. Бірақ қазір енді сондай бір біздің негізгі менің ойымша біздің аудитория ол тек қана қазақ тілді аудитория емес. Біздің аудиторияның көбісі орыс тілді аудитория деп ойлаймын. Маған солай көрінеді. Себебі орыс тілді, біздің Қазақстанның орыс тілді бөлігіне жаңа сөздік бұл ерекше құбылыс сияқты болып көрінеді. Ал қазақ тілді аудитория өкінішке қарай онша көп емес сияқты. Маған солай көрінеді жалпы. Ал бұл просто жаңа сөздік ол өзі бір сондай хипстерлық сондай жоба болғаннан кейін бізде ондай орта көбіне орысша сөйлейді. Сәйкесінше сол орысша ортаға біз қызығырақ сияқты көрінеді. Маған солай көрінеді. Сол себепті де бізден степ деген сияқты орысша сайттар бізден сұхбат алады, бізде өздерінің бір топтамаларына қосады, сол сияқты. Ал жалпы қазақ тілді аудитория келетін болсақ, оның кенет күрт көбейіп кетуінің себебі бар. Ол жай ғана қазақтардың, қазақша сөйлейтін қазақтардың саны артып келе жатыр деген сөз. Олардың демография бірінші кезекте. Саны артып келе жатқан адамдарға бірінші сұраныс пайда болады. Жақсы контентке деген сұраныс, жақсы видеоларға, кітаптарға, қазақша қазір кітаптарды көптеп шыға бастады. Гарри Поттердің аударуынан бастап. Одан кейін қазақша киноға, қазақша аудармаларға әртүрлі салада сұраныс пайда бола бастады. Яғни сұраныс болады ма, ұсынатын адамдар табылады. Міне миллион аудиториясы бар арналар сияқты. Яғни орыс тілді аудиторияның қызыққанына қарағанда қазақ тілі де бір өзгеше дамыған. Бұл жерде мынаны түсіну керек сияқты деп, біздің қоғамның арасында, біздің қоғам енді сондай бір постколониалды қоғам ғой, біз бұрынғы колониямыз. Постколониалды қоғамның өзінің бір жаралары болады, психологиялық травмалары болады. Сондай ортадан шыққаннан кейін қазақ тілінің имиджі өте нашар біздің қоғамда, әсіресе қалалық ортада. Себебі қазақ тілінде сөйлейтін адам ол міндетті түрде көшеде түкіріп жүретін, өте нашар киінетін, аузынан боғауызын тастамайтын, болмаса көшеде біреу сәл қымбат сотка ұстап бара жатса, соны тартып алуға бейім болатын сияқты болып көрінеді қазақша сөйлейтін адамдар. Сондай деп ойлайды біздегі қазақша сөйлемейтін адамдар, қазақша сөйлейтін адамдар туралы солай ойлайды. Сондықтан да біздің ортада жаңа сөздік сияқты жобаның пайда болуы ол сондай стереотиптерді бұзуға көмектесті. Қазақ тілде өте сәнді бола алады, қазақ тілде өте еркін бола алады, күлкілі бола алады, қазіргі заманға сай бола алады, қазіргі заманның талаптарына жауап бере алады. Бізді қоршап отырған құбылыстарға біз өзіміз жаңадан сөз ойлап таба аламыз. Ол қазақша сөз болады, ол сондай сияқты қарым-қатынас пайда болды деп ойлаймын да, жаңа сөздің арқасында. Енді жаңа сөз керемет супер популярный деп айта алмаймын Қазақстанда, но өзінің ортасын, өзінің аудиториясын тапқан жоба. Жаңа бір
келбеті. Иә, сол себепті де бізде қазақ тілді контенттің сапасы бірінші саны өстіп, жаңа айттық, Қазақстанда қазақша сөйлейтін адамдар көбейіп кеткен еді, ешкім күтпеген еді деген сияқты. Содан кейін саны көбейгеннен кейін енді сапаға қарай жұмыс істеу керек болды. Әдемі сапалы жобалар пайда болу керек, сіздердің Инстаграм парақшаларыңыз сияқты мысалы. Сіздердің аудиторияларыңызша бір картинасын, қазіргі қазақ тілді аудиторияның картинасын сипаттай бересіз бе өзіңіз? Негізі біз осы қазақ тілінде контентті бастаған кезде 2017 жылы біз екі ойлы болғанбыз, біз жобамыз өсе ме, жобамыз өспей ме деп, әлде сол орында қалып кеттік. Сонда ойлағанбыз, мен әділге айтып отырғанмын ортамызға, сол негізі Pazl'дың дауысы, озвучка істейтін дауысы, сол ортаншымыз әділ. Біз ойлап отырған, мен әділге айтқам, негізі былай 100 мыңға жете аламыз ба? Нені күміс кнопканы алуға. Ол қай жыл? 2017 жыл ма? Сол 2017 жылдың көктемі болды. Сонда айтқам, нені жете аламыз ба деп. Ол айтқан, мә білмеймін деп, енді миллионды походу вообще ойламаса да болатын шығар деп. Кейін 100 мыңға жеттік. 100 мыңға жеткеннен кейін біз қанша 13 айдан кейін бірақ күміс кнопканы алдық. Ол сәтте уже бізде 300 мың подписчик болды. Мәселе тек подписчик жинауда емес. Ең басында бізге қазақ тілінде, әсіресе ютубта бір серый контент деген бір термин бар. Ол былай перезалив. Мысалы, біреуде бір далада оқиға болып қалған сәттерде адамдар видеоға түсіріп алады, өзінің каналдарына салады. Сол қарасаң, не каналдың тематикасы жоқ, не каналдың оформлениесі жоқ. Жай ғана салынған видеолар. Ол деген былай спам деген сөзді айтса да болады, сол контент, серый контент дейді. Қазақ тіліндегі контент тек сондай болған. Кейін телеарналардың жобалары болған. Бірақ қазіргі сәтте осы ютубтағы аудиторияға уже телеарналардың форматы уже кішкене анандай, қалай айтса болады, приевшийся да болады. Мысалы, көп рет көрді, кішкентай кезінен көріп жатырмын, ал блогерлік нелер жобалар жоқ болды. Одан шығып орысша істемейсіңдер ма, СНГ-ның аудиториясына шығасыңдар, Ресейдің аудиториясына шығасыңдар. Көп адамдар айтқан. Көп адамдар. Аудиторияңыздың айтып ма? Жоқ, аудиториямыз аудитория емес, әртүрлі нелерге. Семинарларға барған кезде, осындай интервьюға барған кезде, осындай пікір болады, медиа салада. Қазақ тіліндегі контенттің болашағы жоқ деп. Өйткені монетизация жағынан қиындау болады. Кейін 2018 жылдың соңында, 19 жылдың басында бір Genesis деген неге бірінші қазақстандық партнеркаға қосылдық. Кейін сол неге 200 мың, 300 мың деп санға ақырындап жүре бердік. Кейін уже 1 миллион деген санға жеткеннен кейін алтын кнопканы алғаннан кейін уже бұл феномен сияқты болып кетті елдерге. Қалай сонда қазақ тілдегі контент жинайды деп. Ол дегеніміз өйткені информационный голод болды қазақ тілдерінде. Ақпарат қажет. Өйткені алдындағы айтқан серый контент болды. Ешқандай тематикалық жобалар болған жоқ. Қазіргі сәтте әркім өз саласында жұмыс істейді, өз саласымен байланысты каналдарды ашады, ақырындап. Сонымен кішкене біздің тематикалық нишаларымыз ақырындап толып жатыр Қазақстанда. Сіздер аудиторияға бейімделдіңіздер, аудиторияның қажеттілігін тауып, оған яғни бір қазақ тілінде, өзіңіз айтқан қазақи нақышта контент жасап бердіңіз, және сол арқылы оның бір қажеттілігін қанағаттан бердіңіздер. Сіздер жалғасағай неде айтқан едіңіз? Тимур Балметовтың интервьюында қазақ тілі керісінше дамыса, қазақ тілі бір өзгерсе, мәдени бір клишеден шықса, сол кезде оған адамдар тартыла бастайды, оның аудиториясы өсе бастайды деген сияқты. Сонда екі жағдайда да өсіп тұр, қазақ тілі өзгергенде де өсіп тұр, және тілдің бағытталғанда да өсіп тұр. Бұл туралы не ойлайсыз? Тіл деген ол орында тұрмайтын нәрсе, ол өзінен өзі өзгеріп жатады. Ол біз білмейміз, ғалымдар білмеуі мүмкін, зерттемей жатқанша бізде мүлде ештеңе зерттемейді ол. Ал көшеде тіл өзінен өзі дамып жатыр, қазақ тілі өзінен өзі дамып жатыр. Төртеуміз әңгімелесіп отырмыз. Төртеуміздің арамызда тілдің өзгеріп жатқанын байқауға болады. Үшеуміздің әңгімеміздің өзінен де. Өйткені ол өмірдің өзгеруіне қарай тілде бейімделіп отырады. Дәл сол сияқты ютубта қаншалықты контент көбейе берсе, оның тілдің өзгеруіне сөзсіз міндетті түрде әсері болады.
Жаңа сөздікте дәл солай тілді өзгертетіндей құбылыс болды деп өзім айта аламын да. Себебі тілге деген қарым-қатынасты өзгертті, біріншіден тілдің өзін өзгертті, екіншіден, үшіншіден осындай жасауға болады екен ғой деген сияқты адамдарда вау эффект пайда болды да. Бұл да өзгертетін. Мысалы Pazl сияқты каналдарда контентін өндіріп жатыр. Біз миллион жазылушы жинаған уақытта адамдар таңғалып деп тұр. Болашақта бізді таңғалдыратын нәрселер әлі де көп болады. Біз оны әлі өзіміз сезіп үлгерген жоқпыз. Гарри Поттерді аударған уақытта да елдің бәрі таңғалды деген сияқты. Оның пәлен мың дана сатылып кетті деп өткенде жазып жатыр. Сол сияқты. Менің ойымша ол тілдің өзгеруі біздің қалауымыздан тыс өзінен өзі жүріп жатқан нәрсе. Себебі онда 10 шақты миллион кемінде 10 миллион адам сөйлейтін тіл ол өзгермей тұрмайды. Ол міндетті түрде өзгереді. Контент өндірілсе де өзгереді, контент өндірілмесе де өзгереді. Но контент өндіріліп барып өзгергені әлдеқайда дұрыс деп есептеймін. Яғни тілдің өзі де дамып жатыр, және аудиторияда бір жағынан өсіп жатыр. Әрине. Біз осы туралы сауалнамада сұрақ қойдық. Болашағы жайлы не ойлайсыздар деген сияқты. Соған кішкене бір 1-2 минуттық видео бар, соны қарап өтсеңіздер. Көрейік. Окей. Как вы считаете, когда может казахский язык стать вот таким вот масштабным и популярным, так скажем? Если честно, я наоборот считаю, что он сбавляет свои обороты и скоро станет вообще редкостью. Андай драма дейді ғой, сондай сияқты бір сериалдар қазақша түсіріп, қазақша нақыштап, қазақша шоулар жүргізіп, сондай қазақ деп намыстарын оятып жіберетін бір нәрсе түсіру керек. Сәнге алып баратыр. Мысалы, Инстаграмда қазір посттарда көбінесе қазақша нетеді, қазақша жазады көбісі. Яғни қазақ тілі өліп жатқан жоқ. Өліп жатқан жоқ. Бар ма, жоқ кетеді ма? Қалай? Жоқ. Заң шығарды, типа орысша сөйлесе, орысша сөйлесін деген заң шығарды. Тағы да олай шығара береді, потом жоқ болып кетеді бер. Ну, он избавляет обороты, но, блин, сделали же какой-то закон, то, что должны знать казахский. Нет, не было такого. Или будет. Это нормально? Да, скорее всего, да. Просто чтобы да, все хотели, переходят чтобы... на английский. Ну, все же на английский переходят, так и на казахский хотят. Думаю, не исчезнет, потому что он меняется. Язык поменялся, типа у нас более на латынский. И это поменяет ситуацию, да, как бы? Думаю, поменяет ситуацию, хотя здесь не учат нас. Мне кажется, что будет развиваться, потому что в последнее время это пропагандируется все-таки, чтобы корни свои помнили. Но я считаю, что это правильно. Когда я учился в школе, класс 9 и 10, я думал, что казахский со временем уйдет. Но сейчас уже не думаю так, потому что, опять же, те музыканты хорошо справляются. И, в принципе, после универа сам язык уже начал нравиться, поэтому иногда я стараюсь на нем говорить. Если же есть люди казахоязычные, я уже постараюсь с ними поговорить на казахском. Не, он не уйдет, он будет расцветать, и все будут на нем говорить. Вы тоже? Я уже сдохну в это время. Біреулер ол өзгеріп жатыр, дамып жатыр, яғни қазақ тілі өлмейді деген пікірлер айтты, біреу мүлдем өліп қалады деді. Біреулер қазақ тілін дамыту үшін адамдардың өзін дамыту керек деп, яғни намыстарын ояту керек деген сияқты пікірлер ұсынды. Осындай ойлардың туына не себепкер, бұл пікірлер туралы не ойлайсыздар? Бірінші сол ойларыңызды білсем деген. Менің ойымша, кез келген пікірдің өмір сүруге құқығы бар. Өліп қалады деп ойлайтындар да адамдар бар. Бірақ 10 миллион адам сөйлейтін, кемінде 10 миллион адам сөйлейтін тіл ол өлмейді ешқашан. Ешқашан деп айтпай қойғанбыз. Кемінде 100-200 жыл өлмейді. Жақын аралықта. Біздің өміріміздің соңына дейін точно өлмейді деп айта аламын мен. Ал енді контент жағына келетін болсақ, жаңа ана бір жігіт дұрыс айтты. Басында ұнамайтын қазақ тілі, кейін ұнай бастады, тіпті өзімде сөйлеп бастадым деген сияқты. Менің ойымша, міне осы көзқарас біздегі қоғамдағы тілдің даму шкаласын көрсетіп тұрған сияқты. Бірінші ұнамады ешкімге, кейін көзқарасы өзгерді, кейін тіпті өзі де сөйлей бастады деген сияқты. Біздің қоғамның қайда және қалай бар жатқандығының анық көрінісі сол пікірде ойлаймын.
Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бір жаңа өзгерістер енгізу деген сияқты, және бұған дейін де сөз болды, қазақ тілі аудитория өсіп жатыр, оның қажеттілігі өсіп жатыр, және тілге деген қажеттілік жаратқаннан кейін ол осы бір қазақша сөйлеудің бір жаңа мәдениеті пайда болып жатыр, мәдениет бір дамып жатыр, өзгеріп жатыр деген сияқты. Менің жалпы ойымша, жеке ойымша, тілдегі боғауыздардың қолданысы сол тілдің несін білдіреді, қаншалықты кең тарағандығын білдіреді. Сосын біздің арамызда қазақ қоғамы өте дәстүршіл қоғам, оны барлығыңыз біліп отырған шығарсыздар. Ал дәстүршіл қоғамнан кез келген дәстүршіл қоғам, соның ішінде қазақ қоғамы да ол андай ұят деген критерийді көп нәрсенің алдына қойып қояды. Адамның өмірінен, адамның беделінен алда тұрады. Ұят, бұны жасауға болмайды, бұлай жасауға болмайды. Менің ойымша, сол ұят деген нәрседен біз ары аттасақ, шекарадан ассақ, сол кезде барып тілдің де шекарасын кеңейтеміз, тілдің қолданыс аясын кеңейтетін сияқты көрінеді маған. Солай көрінеді. Сондықтан біз жаңа сөздіктің ішінде де өте қазақы боғауыз сөздер көп қолдануға тырысамыз. Дәл сол себепті де. Себебі дәл сондай сөздердің қолданылғанын қолданысқа енген қалайын. Мен өзім жеке сондай нәрсені қалаймын. Көшеде адамдар қазақша боқтап бара жатсам, мен таң қалып қараймын, өте қызық болып естіледі маған. Ол және мен соған таң қалмайтын уақытта көргім келеді. Елдің барлығы қазақша боқтап жүретін деген сияқты. Сол себепті де, мысалы бізде жаңа сөзде бір сөз болды, отағасы деген. Ол өзінің отағасы деген сөз, енді үйдің үлкен еркегі деген сөз, бір үйдің. Отағасы деген сөз, сол өзінің үйіне, былайша айтқанда, өте ыңғайсыз жағдайға қалдырып, бірақ өзінің көшеде күшті мен еркекпін деп жүретін адамдарға қатысты айтылған ол. Сондай сөз. Осындай сөздердің насихатталу, осындай сөздердің қолданысқа ену, менің ойымша, ол көп жағдайда жаңағы сөйлеп отырған жас балдар бар ғой, әлгі тілді жойылып кетеді деп ойлайтын жас балдар, солар осы сөзді қолданып сөйлей бастайды деп ойлаймын. Сондай уақыт келеді деп ойлаймын. Және олар сөйлей бастау үшін жаңағы қотағасы деген сияқты сөздер көбірек қолданылуы керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Сіздердің тәсілдеріңізше осы тілдің танымалдылығына және қолданысына? Менің ойымша, қазақ тілдің дамуына, қолданысына именно сапалы контент керек. Мысалы, райм артурды алатын болсақ, мен көп пікірлерді көргем интернетте, олардың клиптерін көрген кезде, Ресейдегі аудиторияға, яғни орыстарға, олар айтады, мысалы, пікірлерде, мне понравился куплет, именно который на казахском произносится деген, мысалы, бірнеше өлеңдерінде. Мен ол тілінде не айтып жатқан ұқпасам да, бірақ маған звучание ұнайды дейді, мысалы. Менің ойымша сапалы контент оның қолданысына өз әсерін тигізеді. Мынандай сұрақ қойын. Сосын сіздер баста контент жасап енді бастаған кезде сіз айтыңыз, біздің ойымыз әртүрлі болды. Орысша жасаймыз ба, қазақша жасаймыз ба, қазақ тілі қалай қабылданады деген сияқты. Және әртүрлі платформада әртүрлі тілде сөйлейтініңіз айтыңыз. Бір кездер болды ма, қазақша сөйлейтініңіз үшін, немесе орыс тілін сөйлеп қазақша білмейтініңіз үшін бір ұялған кездер, немесе бір тілдің әсерінен бір ыңғайсыздық сезген кездеріңіз жобаның басында болсын? Жоқ, шынымды айтсам, ондай ыңғайсыздықты ешқашан сезген жоқ. Өйткені сен білмесең, сен не үшін ыңғайсызданасың? Мысалы, мен сізде алдында айттым, 2010 жылға дейін сөздің шыны керек, мен қазақша нашар сөйлейтін. Бір қарапайым тілмен сөйлейтін, бірақ көбінесе ойымда, сөзімді көбінесе орысша болатын. Бірақ кейін енді оның бәріне өзінің себебі бар, мысалы. Русскоязычная среда деген, мысалы, мектепте бізде әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға, орыс тілді отбасыда өскен бала
қалаға келеді немесе оқуға түскен кезде жаңа ортада ол өзінің тілінен қысылуы мүмкін. Біз бұл туралы да сұраған едік, яғни қазақ тілін немесе орыс тілін білмеу ол бір ұят сезім ба деп. Сіздің достарыңыздың арасында орысша сөйлейтін достарыңыз бар ма? Бар. Осы қазақша сөйлейтін мен орысша сөйлейтін достарыңыздың арасында қандай айырмашылық байқайсыз тілден басқа? Тілден ғана айырмашылық көрем, басқа айырмашылық жоқ. Анда мысалы орысша сөйлейтін адам современный или қазақша сөйлейтін адам кішкене ескішіл деген ондай мағына жоқ. Екеуі бірдей. Тілден басқа ой өрістері әрине. Қалай? Қазақтар кішкене ұялшақ болып келеді ғой, олар болса ұялмайды. Басқа ұлт болған көрініп тұрады. Қазақша сөйлемейтіндер еркіндеу, енді ұяттар жоқ десем де болады ғой олар. Қазақ халқы өзі жабық келген халық қой. Ұят деп қалған. Орысша сөйлейтін мен қазақша? Иә. Жоқ. Бәрі бірдей. Бірдей. Нет, у меня нету. Вы замечаете? Нет, мне все равно. Манерасы, типа, сосын олардың сөйлеген әртүрлі. Қандай? Ну, как сказать. Еркін? Олар өздеріңіз, не знаю, қалай айтып болады. Басқаша. Шустрый болып келеді ғой. Орысша сөйлейтіндер шустрый болады ғой. Ал қазақтар қандай? Қазақша сөйлейтіндер? Тұйық болады ғой көбісі. Көп сөйлемейді, үндемей жүре береді өздерісін. А какие? Ну, понятия более разные. У казахов, например, они более вот так вот. Типа, серьезные. Не то, что серьезные, даже у них стиль разный, типа. Идут, типа, вот так вот. На районе, да, вот так. У себя, типа, главное, ну, типа такого. А казахи, русские более вот так закрытые более-менее у нас. Если только не консерватизм, то есть люди, которые на казахском разговаривают, прям вот, как на родном, которые 100% его знают, они больше придерживаются, наверное, вот этих казахских семейных устоев, обычаев, чем те, кто говорят на русском. Жалпы осылай, яғни көбісі бұл жерде ұят емес деп айтты, бірақ қазақ бола тұра қазақша білмегенін кішкене ұят, ұялу керек деген пікір айтты. Бұл туралы не ойлайсыз, яғни қазақ бола тұра бұл қалыпты жағдай ма, яғни Қазақстандағы қазақтан қазақша білуін талап ету, немесе өзінің еркі қалай сөйлегісі келсе солай сөйлей алады деген? Бұл сұраққа бізде ешкім дұрыс жауап берген жоқ қой деймін осы уақытқа дейін. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы жоқ та ғой деп ойлаймын, менің ойымша. Себебі әркім өзі үшін шешетін сияқты. Бірақ менің ойымша бізде қоғамда үлкен жара бар, психологиялық травма бар. Ол тілге қатысты, өткеніне қатысты, тарихына қатысты. Соның барлығы келеді де, мысалы, жай ғана қазақ тілді адам, Алматыда тұратын қазақ тілді адам, не үшін қазақша сөйле деп айта береді деп ойлайсыз? Менің ойымша ол жаңағы жарадан. Өйткені олардың кішкене кезінде оларға біреу орысша сөйле деп айтқан. Шектеу қойды. Совет үкіметі кезінде. Дәл соны бұлар реакция жасап жатыр. Қайтарып жатыр қазіргі адамдарға, былайша айтқанда. Өйткені Қазақстан тәуелсіз ел болды, Қазақстанда бәрі қазақша сөйлеу керек деген сияқты. Ондай пікірдің өмір сүруге құқығы бар деп ойлаймын өз басым. Біреуді бірдеңке үшін кемсіту болмаса, ұялту болмаса, оған жоқ, сен қазақша сөйлемесең ұят болады деген сияқты. Ал екінші жағынан қазақша сөйлей алмайтын адамдарды түсінуге болады. Оларда орта болған жоқ, оларда мүмкіндік болған жоқ, оларда қажеттілік болған жоқ, оларда жаңа бір ғана қыз айтқандай тіпті ұялды қазақша сөйлей алатынына, қазақша сөйлегісі келмейді көп адамдар. Қазір ситуация өзгеріп келе жатыр, яғни кез келген қоғамдық процестер ол адамның ұятына әсер етеді. Бізде қоғамда қазақ тілге деген қарым-қатынас өзгерді, қазақшаға деген қазақша сөйлейтін адамдар бірден көбейіп кетті. Вдруг барлығы қазақша білетін болып шықты, оказывается. Сол сияқты. Дәл сол сияқты ертең қазақ тілінде сөйлеу сәнге айналса, жаңағы айтып отырған, қазақ тілі өледі деп айтып отырған адамдардың барлығы ертең-ақ сөйлеп шығады. Ол жай ғана қоғамдық сұранысқа, қоғамның тілге деген қарым-қатынасына байланысты. Ал екінші жағынан ол тілге ұялу, ұялмау деген нәрсе өзім қалдым. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Мемлекеттік органдар қазақша сөйлеу керек. Бұлар
менің сіздің салығымыздың есебіне өмір сүріп жатқандықтан осы елдің заңын сақтау керек. Ал бұл елдің заңы бойынша мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қызмет көрсету орындары, мемлекеттік органдар, халықпен жұмыс істейтін, халыққа қызмет көрсететін орталықтарда жұмыс істейтін адамдардың барлығы қазақшада, орысшада білуі керек. Бұлар міндетті. Бізде өкінішке қарай олай емес. Көп жағдайда. Кейде. Алматы туралы айтып басқа олай емес. Ал оларды ұялту, оларды түсіріп видеоға түсіріп өзінің құқығын талап ету, ол дұрыс. Ал жай көшеге екі адам орысша сөйлесіп бара жатқан ұстап алып неге сөйлемей жатсың? Ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Сіздерден мысалға бізде қазақ тілді контент жасайтын бір топ бар. Сіздер барсыздар, тағы да басқа инстаграмда блогерлер бар, және де орыс тілінде жасайтын блогерлер бар, инстаблогерлер бар. Және де бізден осындай бір сұрақ туындайды аудиториядан, яғни біз тұтынушы болғаннан кейін, неге осы екі тілді орта, қазақ тілді және екі орыс тілді орта бір-бірімен бір қосылмайды, немесе қосылса біз оны көрмейміз. Бұл жерден жаңағыдай екі тілдің бір-бірінен жарасынан, немесе бір-біріне деген ренішінен болған осындай бір түсініспеушілік бар ма, әлде себеп басқада болуы мүмкін бе, мысалға сіздерден басқа тілді, орыс тілді блогерлермен? Жоқ, ондай әрине ондай құбылыс жоқ. Не себептен біз бөліну керекпіз? Біз барлығымыз әріптестеріміз, біз барлығымыз бір медиа саладамыз. Ол үшін мынандай екі лагерьге бөліп, мыналар орысша сөйлейді, мыналар қазақша сөйлейді деген дұрыс емес. Өйткені бізде барлығымызда біз бір мақсат бар, ол тек қана қазақша емес, осы қазақстандық медиа саланы кішкене көтеру, өркендету деген ал қазақ тіліндегі блогерлердің көбісі мүмкін. Олардың блогерлердің көбісі батыс жақта тұрады, басым бөлігі, оңтүстік жақта тұрады, басым бөлігі, Астанада. Мүмкін сол себептен шығар, өйткені вайнерлердің көбі осы Алматыда тұрады. Ал қазақша вайнерлер де бар, олар да көбінесе Алматыда тұрады. Бірақ олардың бәрі бір-бірімен араласпайды емес, әрине бәрі таныс, бәрі бір-бірімен араласады. Мынандай бөлінбейді ешкім, біз анау қазақ орысша сөйлейді, онымен нетпей араласпа деп, или анау қазақша сөйлейді деп, жоқ, ондай жоқ бізде. Сіз қалай ойлайсыз? Екі орта бір-бірімен араласпайды деген ме? Оның себебі жаңағы біз осы интервью басталғалы бері талқылап отырған нәрсе. Бір-біріне орысша жақ қазақшаны түсінбейді көп жағдайда. Сондықтан араласпайды деп ойлаймын. Ал қазақша жақ оның бойында комплекстер бар. Ол кемтарлық комплекс деп өзімше қазақша аударғанмын. Комплекс неполноценности, кембағалдық комплекс деп, сондай деп айтуға болады шығар. Өзін төмен санайды, өзін нашар санайды. Сондай қарым-қатынас бар сияқты. Мен қазақша сөйлесем, мен сәнді емеспін деген сияқты, мен қалып кеткен адаммын, олармен араласуға тұрмаймын, татымаймын деген сияқты. Сондай қарым-қатынас бар шығар, мүмкін. Ал менің ойымша ол Совет үкіметінен бері қалып қойған дәстүр әдет. Совет үкіметінде бізді солай бөлді. Біріншіден ұлтқа бөліп тастады. Сен қазақсың, сен орыссың деп барлығы әлемге мақтанып айтады ғой, я русский, я казах, бірдеңе деп мақтанып жүреді ғой. Ол мақтанатын нәрсе емес, ол факт просто. Сол кезден бастап қазақ тілді ортаны бүйтіп бөліп қойды. Орыс тілді орта негізгі болды. Совет үкіметі қазақ тілді орта бүйтіп шетінде бүйтіп тұрды. Әлі күнге дейін сол механизм сақталып келе жатыр, дәл осылай. Бірақ әрине мыналардың саны көбейіп кетті, қазақ тілді ортаның. Ол амалсыз енді бірдеңе жасау керек. Жаңағы сіздердің көшеден сұхбат алған қыздарыңыз айтпақшы, қазір бәрі өзгеріп кетті, бәрі қазақша болып кетті деген сияқты. Дәл сондай себебі олардың просто тупо саны көбейіп кетті. Миллион подписчик жинайтындай. Жоқ, білмеймін, мен сізбен келіспеймін, өйткені комплекс неполноценность дегеннен кейін, мысалы, T-Jokers жігіттері Тараздан шыққан 3 жігіт, білесіз шығарсыз, Жансерік, Марғұлан, олардың контенті былай басым бөлек 80% қазақша. Бірақ дегенмен оларда мен былай өзім олармен таныс болғаннан кейін, бірге араласқаннан кейін ешқандай комплекс неполноценность сезіп тұрған жоқпын. Просто бұл территориалды, локациялды мәселе. Өйткені орыс тіліндегі авторлар олар ертерек пайда болды.
И олардың көбі, мысалы, Ресейде де сондай бір феномен бар, жазушылардың көбі Питерден, және әзірше де солай, мысалы, блогерлердің көбі сол Питер мен Мәскеуде орналасқан. Бізде де авторлардың көбі, вайнерлер, блогерлер, олар көбінесе Алматыда орналасқан болғандықтан, ал қазақ тіліндегі блогерлер, вайнерлер, олар региондардан келген, мысалы, батыстан, оңтүстіктен, Астанадан. Сол себептен мүмкін әртүрлі қалада да болғандықтан ғана араласпаған шығар. Мен ойым сондай. Қазақ тілін білмеу немесе орыс тілін білмеу ұят болып есептеледі ме? Жоқ. Есептелмейді. Яғни қазақша білмеген үшін ұялудың қажеті жоқ. Нет. Ау? Қажеті жоқ. Ал орысша білмеген үшін? То есть? Все, что, да. Ну, если в этой стране живет, мне нужно знать его, то, скорее всего. А в Казахстане? Ну, наверное. Стыдно? Когда у меня что спрашивают на казахском, я не понимаю. Я говорю, я не понимаю. Чуть стыдно. Ну, перед взрослыми. Перед взрослыми такие, что, казахский не знаешь, что ли? В Казахстане живешь? Я думаю, что нет. Если казах и не знаешь свой родной язык, это стыдно. А почему? Ты казах, ты должен знать свой родной язык. Тоже считаете? Нет. А как? Например, даже он уйгур, да, ходит на русском, общается, типа, он не знает язык свой уйгурский. Ему, типа, не стыдно же? Это нормально? Нормально, да, думаю, да. Типа, если не знает казахский язык, казах. Больше, чем со временем, да. Потому что сейчас уже все, даже цифровой, вот это весь медиа, все на казахском. И можно сказать, что уже люди воспринимают казахский как некий тренд, может быть. Если ты говоришь на нем, то это круто. А раньше же наоборот было. Стыдно, да? Да, и до сих пор это есть, знаешь. Вот все. Стыдновато немножко? Нет, мне не стыдно. Я говорю то, что от людей это обратная связь. Что некоторым раньше было стыдно говорить на нем. Вот, потому что это ассоциировалось больше с, не знаю, деревенщицей некой и так далее. Вот. Ну, если он, конечно, чисто общается с русскими, например, он с детства с русскими общается, например, да, в детском доме, например, казах, его усыновила русская семья, если он на русском общается и казахского не знает, типа то же самое может быть. Типа не знает, чисто казахского не знает. Ну, в принципе, я думаю, нормально, что не знаю. Осындай қызық, екі жақта бір зат айтып отқан жоқ. Біреу біз тұйықпыз дейді, екіншісі қазақтар тұйық, екіншісі орыстар тұйық деп. Яғни осындай пікірлер бар бізде, әртүрлі. Енді бұлай сұрақ қояйыншы, бұл айырмашылықтар, яғни бір-бірі туралы бір стереотипті пікір таптаурын бір пікір ойлау, жаңағыдай бір-бірін түсінбеуден, мысалы қазақтардың басқа жақта өскен, аймақтарда өскен қазақ тілінде сөйлейтін адамдарда бір өзінің комплекстер бар, жаңағыдай орыста бір-бірін түсінбейді деген сияқты. Осы кезде жаңағыдай сынау бар да. Неге қазақша сөйлемейсің, неге осындайсың, сен дұрыстап сөйле, дұрыстап киін, қысқа киінбе деген сияқты әртүрлі. Яғни бұл жердегі сынау, сіз өзіңіз айтқандай, бір мәдениеттің қажеттілігі емес, керісінше бір адамның өзінің ренжтері, бір эгосынан шығатын түсініктер деп ойлайсыз? Ну, деп ойлағанда, менің ойымша не сияқты? Мен жалпы ондай нәрсеге өзім кішкене қарсымын, андай адамдарды бөлу, сен қазақшасын, сенің түрің мынандай, сен орысша сөйлейсің, сенің түрің мынандай деп ерекшелеп қойып, оларға сипаттама беру, екеуін бір-бірінен максимально ажырата беру, былай алыстата беру, ол дұрыс емес көзқарас деп ойлаймын да. Біз керісінше интеграция жасауымыз керек, жақындатуымыз керек та олар. Жақындау қандай жағдайда болады? Жақындау ол екеуі бір-бірінің тілін түсінген жағдайда болады. Яғни Қазақстанда көпшілік халық орысша біледі, ал орыстілді орта өкінішке қарай қазақша білмейді көп жағдайда. Айырмашылық осыдан келіп туындайды. Яғни олардың қазақ тілді мынандай, орыс тілді мынандай емес айырмашылығы. Бір белгілі бір топ қалған топтың тілін түсінбейді. Түсінбеген нәрсең саған қорқынышты, түсінбеген нәрсең саған түсініксіз, түсінбеген нәрсең саған басқаша. Егер жаңағы орысша сөйлеп отырған балдар қазақша үйреніп алса, 100% деп айтты ана бір жерде, 100% үйреніп алса, онда жаңағы мына проблема өзінен өзі шешіледі. Бұнда ешкім сұрамайды. Қазақ тілдің мен орыс тілдің айырмашылығы қандай деген сұрақтар болмайды, ондай сұрақтар.
себебі біздің елде барлығы бірдей. Бір ғана проблема бар, менің ойымша. Ол орыс тілді орта қазақ тіліне деген қарым-қатынасын өзгертіп, сол тілде сөйлеп бастаса, бізде ешқандай айырмашылық қалмайды. Бәріміз бір елдің бір азаматтары боламыз. Бір ғана айырмашылық бар. Ол сыйластықпен қарай білу деп. Қазақ тіліне деген қарым-қатынасы. Мен басқа қазақша білмейтін адамдардан артық ештеңені талап етпеймін. Олар қазақ тіліне деген көзқарасы дұрыс болса болды деп ойлаймын. Болды. Оны өзгерту үшін? Оны өзгерту үшін қазірдің өзінде өзгеріп жатыр ғой. Бірінші ол ән индустриясында шықты. Кейін мүмкін YouTube-қа келген шығар. Ендігі кезек YouTube-та, түсініп тұрғанымыздай. Одан кейін кітаптар шыға бастады қазақша, енді аударыла бастады. Ал енді бұдан кейін Инстаграмға баратын шығар. Одан кейін өміріміздің кез келген саласында сондай бумдар жасалып, одан кейін тілге деген қарым-қатынас өзгереді. Жаңағыдай қазақ тілі отстал, қазақ тілі өліп қалады дейтін адамдардың барлығы көзқарасын өзгертіп, сол қазақша сөйлеген уақытта қазақша жауап берсе, солған жерден ешкімнен мысалы таң атқаннан бастап кеш батқанға дейін қазақша сөйле деп талап етіп жоқ қой. Просто жай ғана мен саламатсыз деген уақытта здравствуйте демесе болды да, бастысы. Сол ғана бізді бөліп тұрған сол ғана айырмашылық деп ойлаймын. Сіздер ше YouTube-қа келе жатыр деп ойлайсыз ба? YouTube-қа ол келді, бірақ мен жалпы YouTube-тан тыс қарапайым мәнінде айтсам, мысалы мен колледжде оқыған кезде, бұл 5-6 жыл бұрын, менің группамда орыстарда оқыған, кәрістерде, ұйғырларда, қазақтарда, доңғандарда көп адамдар оқыған. Бізде барлық біздің мұғалімдер, деканат бәрі айтатын, осы сендердің группаларың ең интернациональный группа деп, бірақ өмір 3 жылда бір конфликт болған жоқ дейді. Мүмкін адамдар сондай болған шығар. Мүмкін ол уже заман өзгеріп келе жатыр ма? Мен білмеймін не себептен, бірақ дегенмен бізде орыстарда мысалы Влад, Денис деген менің группаластарым болған. Мысалы кездескен кезде, қалайсың Алишка деп былай нетіп амандасып нет. Олар қазақшада, орысшада сөйлейтін, түсінетін бәрін. Оларға мен мысалы қазақша сөйлейтін болсам, олар бәрін түсінеді. Орысша оқыса да нетсе де, өздері орыс болғанымен. Бізде ешқандай мынандай шектеу, бөлу бір-біріміздің арамызда ондай болмайды. Ұйғырсың ба? Ұйғырсың, енді не істейсің енді? Қазақсың ба? Қазақсың не істейсің енді? Енді ол бір-бірін бөлуіміз керек па, шектеуіміз керек па? Ондай болмайтын. Негізі қазіргі өзгертіп жатқан осы бір жас аудитория. Қазіргі өсіп келе жатқан студенттер осы қазақ тілінде сөйлеп, қазақ репаблик, қазақша өлең тыңдап. Ал біздің сауалнамадан сұраған кезде, өкінішке орай хронға сыймай қалды. Көбісі айтты, қазақша сөйле деп айту, ол үлкен кісілерден шығады. Үлкен дяденьки, тетеньки дейді, таксистерден шығады көбінесе. Яғни бір үлкен жоғарғы өкіл аға әпкелерімізден осындай бір не шығады, реніш, жалғас айтқандай. Сол олай бір сынау шығады. Енді бұл сынауға қалай ол сынаумен бірге өмір сүру керек, өйткені ол кісілердің де бір өзінің бір мәдениеті, ол кісілердің де бір өзінің қалыптасқан бір көзқарас пен ұстанымдары, және олармен де біз бірге дамуымыз керек, бізге өмір сүруіміз керек. Жалпы баяғы совет үкіметінен қалған қой деп ойлаймын. Мен сол уақыттан бері қалыптасқан нәрсе, себебі совет үкіметінде бәрі бірдей болды ғой, тең болды. Бәрі тең болған жерде ешқандай пікір болуы мүмкін емес, өйткені барлығының пікірі бірдей ғана болады. Бір пікір дұрыс болып саналады. Бір пікір дұрыс болған кезде қалған басқа пікірдің барлығы дұрыс емес болып саналады. Ондай ортада сондай идеологияның әсерімен өскен адамдар, қазіргі біздің аға ұрпақ деп айтайын, олар сол дүниетаныммен қазірге дейін жетті. Олар қабылдай алмайды сынды. Сен мынаны дұрыс істемей жатыр екенсің, былай жасауға болады деп айтып көр. Сол уақытта сен ең соңғы адам болып шыға келесің. Енді бәрі емес, әрине, но көп жағдайда сондай болып шығады. Сол себепті бұл біздің қоғамның проблема сияқты, сынды дұрыс қабылдамау, сынды сын айтқан адамды жау ретінде қабылдау, сенен басқаша ойлайтын адамды жау ретінде қабылдау, ол біздің қоғам проблема. Ол қоғам, бұл аурумен ауырып жазылуымыз керек болса айтқанда, бірақ жазыламыз ба, жазылмаймыз ба, оны білмеймін. Тек уақыт қана емдейтін шығар. Мүмкін, жаңағы адамдар физикалық түрде жоқ болған кезде одан кейін нормальный адамдар қалады деп па? Қатты кетіп қалдым ғой деймін.
Иә, вот жай ғана сау ақылды насихаттау керек, критикалық ойлау, критикалық сыни ойлау қабілетін дамыту керек адамдарда. Ақпаратты, кез келген ақпаратқа сене бермеуге болатын, Билл Гейтс пен чипизация деген мүмкін өтірік болуы мүмкін деген сияқты көзқарастар қалыптастыра алса, сынға қарсы сынды қабылдап үйрену ол біздің алдымызда тұрған не ғой? Челлендж ғой? Мақсат. Мақсатымыз. Адам басқа, кез келген адам мен сенен басқаша ойлаймын, менің өзімнің ойым бар, менің ойым сенікінен кішкене басқа, мен сенімен келіспеймін деп айтуды үйрету, білмеймін, мектептен бастау керек па? Одан несте бастау керек па? Нені сынды көтермеу, критиканы көтермеу деген ол психологиядан басталады. Адам деген өзінің психологиялық тұрғыда өзі анандай мықты емес. Өйткені ең біріншіден адамда мынандай болу керек, мен адам, менімен сөйлесіп жатқан, мен оған бірдеңке айтып жатқан, ол да адам, біз бір-бірімізге теңбіз. Екеумізде де өзіміздің бір жеке ойымыз, жеке пікірімізге бар болуына құқығымыз бар деген. Ең біріншіден. Сондай ой болу керек адамда. Просто біздің қоғам өте балаң қоғамда, әлі күнге дейін тинейджерге ұқсайды даже. Өйткені тинейджер сондай болады ғой, бірдеңе айтсаң керісінше істейді. Сосын өзінен басқа пікірді, өзінен өзге басқалардың пікірін қабылдамайды. Біздің қоғамда дәл сондай. Біздің қоғамның келбеті ол тинейджер. Қазақ тіліне қатысты айтпақшы сын көп. Бірінші жағынан қазақша сөйле деп айтады. Екінші жағынан қазақша сөйлеп бастасаң өте нашар сөйлеткен дейді. Одан кейін орысша сөздер қоссаң орысша сөз қосты дейді. Сәл басқаша қазақша сөздерді пайдаланып өзіңнің ойыңды жеткізгің келсе, сен қате қазақша сөйлеп жатсың дейді. Яғни тілге қатысты сын өте көп. Бұл біздің қоғамның балаң екендігін жаңағы өзім айтқан. Сосын не екенін білдіреді, өте жабық қоғам екенімізді, жабық дәстүршіл қоғам екенімізді білдіреді. И ана шекара ашылған сайын, шекара кеңейген сайын, жабық шекаралар ашылған сайын, ол нәрсенің барлығын қабылдау қиындап кетеді адамдардың. Былай айтуға болмайды, мынандай сөз қолдануға болмайды, былай қолдануға болмайды, былай сөйлеуге болмайды, былай сөйлеу керек деген сияқты. Жаңағы шекарасының барлығы кеңейген кезде тілге қатысты сын айтушылар өте көп болады. Және дұрыс айтасыз, олар негізінен біздің аға буын адамдар. Мен не істеуге болатын? Сынасын, сынды көтеріп үйрену керек болды деп ойлаймын.